Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермендер. Бүгін сіздермен бірге Жапония халқының бала тәрбиесі жөнінде айтатын болам. Жапония мемлекеті бала тәрбиесіне өте күрделі жауапкершілікпен қарайды. Жапония мемлекетінде баланы еңбекқорлыққа, қоғам алдында өзінің қоғамда құрметті сондай тұлға болып өсуіне жағдай жасайды. Жапония мемлекетінде 125 миллион адам тұрады екен қазіргі таңда. Оның енді бала именно осы тек балаларға қатысты айтайын. 2024 жылы осы 720 мың бала дүниеге келген екен. Бұл ең төменгі көрсеткіш болып есептелінеді екен. Қазіргі таңда 15 жасқа дейінгі балалардың саны 15 миллион адамға жеткен екен. Енді бала тәрбиесі бойынша 5 жасқа дейін Жапонияда балаларды патша деп есептейді екен. Енді не қаласа да, не сөйлесе де оған жоқ демейді. Ешқандай өз еркін, өзінің қимылдарымен ұстайтын нәрсені ұстап, төгетінді төгеді, барлық істеу керек нәрселерді істей береді. 5 жасқа дейін оларға тиіспейді. 5 жастан асқаннан кейін оны ата-аналары жаман мен жақсыны айырып, және де бұл жаман іс-әрекеттер болса, бұны қоғамда бұл әрекет жаман болып, сенің әрекетің жаман болып есептелінеді. Сенің бұл әрекетің ұят болады деп осылай тәрбиелейді. Осындай жағдайлар бар. Енді Жапониямен тағы да ата-аналармен қатты байланыс, ең әке-шешесіндегі анамен байланысты жоғары санайды. Ана деп өздері аталады. Яғни бұл деген ананың мейірімі, ананың несі балаға ең көп жақын деп есептелінеді. Сондықтан анаға бала жақын болып есептеледі. Ата-анасы баласынан құрмет күтпейді дейді. Өйткені тек қана ата-аналары балаларына өздерінің іс-әрекеттері, соның бәрі істеп жатқан тірліктері бәрі оған балаға үлгі деп есептелінеді. Бала сол әке-шешесінің көрген істегендерін бәрін көріп өседі екен. Сонда бала дамып ата-анасына, одан кейін қоғамда әрекет жасағанда барлығы тәртіппен ата-анасының үйреткен нелері, кеңестерімен осылай өседі екен. Енді арна қызық болса, сіздер осыған жазылыңыздар. Мен енді осындай әртүрлі тақырыпта YouTube каналда видео түсіретін боламын. Қызық болса, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.